Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз абай тану пәні бойынша әдеби танымдық білімді толықтыру мақсатында жүргізілген сабағымызды бастаймыз. Айтпала Қайырбекова профессор сабағы жобасының кезекті кейіпкері, педагогика ғылымдарының кандидаты, білім берушінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері нәтиже сабақты ұсынды. Ұстаз адамзаттың Абай деп алған сабақ тақырыбын. Орыс сыныбына Абай арқылы қазақты танытып, ұлттық құндылықтарды әрбір қазақстандықтың бойына сіңіре білген. Мен Абай тануны жақсы көремін, себебі біздің мұғаліміміз өте жақсы және Абай туралы ақпаратты білемін. Оның өмірбаяны, әңгімелер, әндер көп оқимыз. Айтпала Қайырбекова жарты ғасырлық ғұмырын ұстаздыққа арнаған жан. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, оқулық авторы. Дәл осы оқушыларды бастауыштан бастап 10-шы сыныпқа дейін жетелеп жеткізген ұстаз әр шәкіртінің қазақшасына шынайы қуанады. Біз абайтану 2 жыл оқимыз, және менің ойымша абайтану өте қызықты сабақ. Мен Абайдың қара сөзі білемін, және дұшпаны адал бол. Менің ойымша дұшпанын адал бол бұл өте дұрыс сөздері. Себебі мен оны адалдық адам басты жақсы қасиеттердің бірі деп түсінемін. Орыс сыныбын қазақша сөйлету үшін ұстаз ПОПС формуласын қолданады. ПОПС формуласы арқылы бала ойын жүйелі жеткізеді. Яғни әдістің 4 компоненті – позиция, негіздеу, мысал келтіріп, ойды қорытындылау арқылы Абайды да оқытып келеді. Абайдың қара сөздерін жақсы көремін. Мен Абайдың 18-ші қара сөздерді бойынша ПОПС формуласын жаздым. Менің ойымша 18-ші Абайдың сөзі бәріне білуге турарлық маңызды сөздер. Ол мазмұнды әрі түсінікті, сондай-ақ адамның ой өрісін кеңейтеді. Маған Абай тану пәні өте ұнайды. Біз сабақта Абай Құнанбаев туралы өте көп ақпарат іздейміз. Мен оның өлеңдері білемін. Айтым сәлем қауым қаз, Қызының қарасы және тағы басқалар. Айтпала Қайырбекованың еңбек жолында 62-ші мектеп лицейдің орны ерек. Түйіннің түйілген жері осында. Құрметті еңбек демалысына да ұстаз осы жерден жол тартпақ. Ғалымның ұлтына сіңірген үлесі де, мамандығының шаршыңы да осы шәкірттері. Егер сендер Абайды оқып, әрқашанда саналарыңа тоқып жүрсеңдер, жақсы азамат боласыңдар деген мен ниеттемін. Абай әлемге танымал ұлы ақын. Абайдың өлеңдері барлық тілдерге аударылған. Абай сынды данасы бар қазақтың ұл қызы болады дарынды деген ниетпен мен сендерді Абайдың жылы жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақылды жастар болады деп мен сендерге сенім артамын. Жақсы оқыңдар, сау болыңдар.